Сәлем достар, сіздермен бірге мен Гүлназ, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге тез дайындалатын печенье рецептін ұсынамын. Менімен бірге дайындауға шақырамын. Ең алдымен бөлме температурасындағы бір дана жұмыртқаны саламыз. Үстіне қант пен сұйық майды құйып, жақсылап араластырамыз. Ешқандай да миксерден қажет етпейді, қолжетімді ингредиенттерден дайындалатын печеньенің рецепті болып табылады. Үстіне бөлме температурасындағы айранды құямыз. Айранның майлылығының проценті маңызды емес, барлығын жақсылап араластырамыз. Алдын ала електен өткізілген ұнды екі бөлікке бөліп аламыз. Бірінші бөлігінде венчикпен жақсылап араластырамыз. Ал екінші бөлігінде қолымызбен жұмсақ қамыр илеміз. Оның үстіне қамыр қопсытқышты саламыз. Он аз болып кетті деп басқа ұнды қосып қоймаңыздар. Ол өзі осындай консистенцияда болуы керек. Столда тағы да 2 минуттай илеп аламыз. Қамыр өзі осындай майлы сияқты, бірақ қолға жабыспайтын болып тұрады. Тағы да қайталап айтамын, 250 граммнан бөлек тағы да ұн қоспаңыздар. Неге мен 2 минут деп айтамын? Себебі бізде барлық консистенция бірін-бірімен жақсылап үйлесуі керек, қамыр жұмсаруы керек. Сол үшін де 2 минуттай столда тағы да илеп аламыз. Қараңыздар, консистенция осындай болып тұру керек, майлы болып тұрады, бірақ қолымызға ешқандай да ұн жабыспайды. Енді қалыңдығы 4 мм-дей етіп, оқтаудың көмегімен жайып шығамыз. Үстіне қантты сеуіп, шет жақтарына тағы орналастырып шығамыз. Оқтаумен үстінен тағы да бассаңыздар, қант жан жақтарына жағылатын болады. Менде балалардың кішкентай ойыншық формалары болғандықтан, соның көмегімен неше түрлі формадағы пішінді жасап шықтым. Сіздер әрине өз қалауларыңызша пішінде жасасаңыздар болады. Менде кішкентай пішінді болғандықтан 50 дана печенье шықты. Екі бөліп пісіргеннен кейін қалған печеньелерді видеоға түсіріп үлгермедім. Осылайша енді противенге салып, 180 градуста 15-20 минут пісіріп аламыз. Міне дайын болып қалды, енді пешке жібереміз. Пеште өз пішінін үлкейтіп, беті қызарады. Сол кезде дайын болды деген сөз. Менде шамамен 20 минут уақыты кетті. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, балаларыңызға ұнайды деген сенімдемін. Егер сізге видео рецептім ұнаған болса, каналыма жазылып қойыңыздар және подписаться батырмасының қасындағы қоңырауды басып қойыңыз. Жаңа видео рецепттерім шыққан кезде бірден хабарлама келетін болады. Келесі кездескенше.